Сәлеметсіздер ме? Номер 9 наурыз бөбекжайының Қарлығаш ересек тобының тәрбиешісі Ниязбаева Назгүл Орынтайқызы. Менің жанымдағы тәрбиеленушілерім Викторовна, Саламат Али. жарайсың. Балалар, бүгін біздер түстермен тәжірибе жасаймыз. Тәжірибеміздің тақырыбы сиқырлы түстердің құпиясы. Балалар, қарайшы, біздің бүгінгі тәжірибемізге қолданатын құралдар тұр. Қандай нәрселер көп тұр? Айле, сен айта баш, қандай түстерді көп тұрсың? Сары, жасыл, көк, қызыл. Жақсы, жарайсың. Нұрлан, сен тағы қандай нәрселер көп тұрсың? Не ол? Сұйық май, су. Су жарайсыңдар. және сонымен қатар біздер мынандай ацетон деген дәріні қолданамыз тәжірибемізге. Балалар, қараңдар, қазір біз мына сұйық маймен мына түстерді араластырып тәжірибе жасаймыз. Және оған су құямыз. Балалар, қараңдар, қазір тәжірибені мына түстерден бастаймыз. Ең алдымен мына не нәрсе бізде? Сұйық май. Демек, мына түтікшемізбен біздер бүйтіп сұйық май бояуымызды аламыз, қысып. Сосын мына сұйық майдың бетіне әр жерге бүйтіп тамызып шығамыз. Әр жерге. Қараңдар, қараңдар, тамызып шығамыз. Енді келесі түсті тамызамыз. Қызыл түсті алып тамызамыз. Нұрлан, сен бірінші тамызамыз. Соғыламыз, бүйтіп қысып. Болды. Енді тамызамыз. Айта оны. Нұрлан, қарашы, қандай түстер болып жатыр? Не болып жатыр? Түстер. Сосын нағат болады. Дөңгелек болады. Дөңгелек болып. Сұйық майдың. Астына түседі де? Астына түседі. Дөңгелек болып. Сұйық майдың. Сұйық майы. Түбіне түсіп жатыр. Түсіп жатыр. Балалар, енді біздер осы түсімізді араластырамыз. Қане, араластырайық ағашпен. Алдымызда ағашты алып, бүйтіп араластырамыз. Жарайсыңдар. Тез болады. Қараңдар, балалар. Қандай әдемі дөңгелектер шығып жатыр, иә? Көп түсіне ме? Қараңдар, қандай әдемі дөңгелектер шығып, иә? Соны біздер қазір мына сұйық маймен бояуымызды суға құямыз. Балалар, қараңдар, қандай күшті болады, иә? Таңғалып қарайықшы. Келесі біздің қолданатынымыз ол мына ацетон дәрісі, иә? Бұны мына араластырған нәрсемізге саламыз. Қараңдар, балалар, біздер қазір араластырған суымыз бен сұйық майымыздың түстеріне мына дәрілерді саламыз. Не болады екен, қарайық. Қараңдар, қандай өзгерістер болып жатыр? Қараңдар, балалар. Қане, не болып жатыр? Не шығып жатыр? Дөңгелектер. Дөңгелектер. Ішінде оның не болып жатыр? Өзгеріс болып жатыр, иә? Айтайық, кәне. Әлен айтшы. Әлен, енді сен сала ғой. Дәріңді. Жақында да, қозғауға болмайды, жақында. Жақындап келді, сала ғой. Қараңдар, тағы. Өзгеріс қандай, иә? Балалар, жаңа біздің суымыздың түсі қандай болып кетті? Қоңыр. Қоңыр, қара болып кетті, иә? Қоңыр, қара. Айтайық, қандай түсіп кетті? Қоңыр, қара. Қоңыр, қара болып кетті. Ал майымыз ше? Қайтадан? Өзінің түсіне кетір ме? Сары түске айналып кетір, иә? Дұрыс, Нұрлан, қандай түс мынау? Сары түске айналып кетір, иә? Ал оның бетіне не бар, қарайық. Мынаны кімді жазып жатыр? Қараңдар, балалар. Дөңгелектер қалай түсіп жатыр? Мен де біліп алып тұрмын. Әлен, тамыз сенде. Сенде тамыз. Жарып қойым, қай салыңыз ба? Алдар етші, балалар. Өзің енді. Түстерді тамызыңдар. Жақында, әлен, жақында. Жақында, қара. Нұрлан, сен жет. Жайлап, иә? Бір тамшы. Дөңгелектер қараңдар. Дөңгелектер түсіп жатыр. Сала. Қайық. Қандай өзгеріс болып жатыр, қараңдар. Неке, әлен салған дәрісі, иә? Не болады, әлен, айтшы? Өзгеріп жатыр. Су қозғалып жатыр ма? Не пайда болып жатыр? Көпіршіктер жатыр. Көпіршіктер, иә? Көпіршіктер. Қарайықшы, мына астыңғы бөлігі не бізде? Тәжірибеміздің астыңғы бөлігі не зат мына? Су. Су дұрсақ. Ал мына ортасындағы бөлік қандай? Бетіндегі? Май дұрсақ. Оның үстін қарайықшы. Үстіңгі жағында көпіршік, кішкене әр түстері бар екен, иә? Қандай түстер алып? Қарашы, қандай түстер болып тұрсыңдар? Араласып кеткен түстер болып тұр, иә? Балалар, бүгін біз мына түстермен жасаған тәжірибеміз ұнады ма сіздерге? Иә, ұнады. Ұнады, да? Балалар, бүгін біз мына тәжірибе жасап көмектескендеріңе рахмет.